Бүгін сіздерге қысқа шолу, Кунг-фу аспаздары деп аталатын қытайлық экшн фильм туралы айтамын. Пинг Қытайдағы ауылда аспаз болып жұмыс істейді. Ол сондай-ақ айдаһардың басы бар кескіштің тасымалдаушысы. Кландағы барлық адамдар оны біледі және құрметтейді. Бұл оның жиені Вонг Кайджоның наразылығын тудырды. Кайджо оны қасиетті кескіштің заңды иесі болуы керек деп санайды, өйткені оның әкесі соңғы иесі болған. Бірде Пинг оның руы ауылдың жоғарғы шенеуніктері үшін ұйымдастырылған үлкен жиналыста жұмыс істеуге жалданады. Пингтің шәкірті кездейсоқ негізгі тағамға айналу керек шошқаны күйдіреді. 30 минуттан аз уақыт ішінде шошқаны сойып пісіру міндетін өз мойнына алады. Қасиетті кескішті пайдаланып, ол бірнеше секунд ішінде шошқаны ақырын сояды. Жарты сағаттан кейін тағам дайын болады. Пинг мен шәкірті Кайджоның бұйрығымен оған есірткі араластырылғанын білмей, тағамға аздап тұз қосады. Тағам әдемі безендіріліп, қонақтарға беріледі. Көп ұзамай олар есірткіге байланысты көңіл күйді түсіре бастайды. Ал кінә Пингке түседі. Ол шәкіртінің не істегенін түсініп, оның себебі туралы сұрайды. Жігіт оны шетке итеріп жібереді де, ұсталып қаламын деп қорқып қашып кетеді. Пинг оның артынан жүгіреді, бірақ оны бір топ ер адамдар тоқтатады. Олар оны уландырғысы келді деп айыптайды. Пинг аспаз болумен қатар ол жекпе-жек өнерін жақсы біледі. Ол бір топ ер адамдармен жалғыз күресіп, олардың барлығын жеңеді. Ақырында ол шәкіртін ұстап алады және оны кескішпен ұрады. Ол өзінің қателігі үшін басқаларды кінәлауға тырысқаны үшін Пингті кемсітеді. Пинг өзін түсіндіре алмай тұрып, оны айдаһар кескіштің иесі болуға лайық емес деп санап, ауылдан қуып жібереді. Басқа жерде жекпе-жек өнері және аспаздық мектебінде мұғалім өз оқушылары арасында жарыс ұйымдастырады. Ол мектеп эмблемасын бұрынғы орнына қайтара алатын адам арнайы сыйлық алатынын хабарлайды. Студенттер эмблеманы алғысы келіп бір-бірімен ұрыса бастайды. Олардың бірі Лункин есімді үстелдерге көтеріліп, қалғандарын итеріп жіберіп, оны алып кетеді. Бірақ қалғандары оған эмблеманы орнына қайтарамас бұрын шабуыл жасайды. Хаостың ортасында эмблема мұғалімнің қолына түседі, ал оқушылар оған да шабуыл жасайды. Қуу кезінде Киньят эмблемаға жетіп, оны ешкім көрмеу үшін оны қайтадан платформаға қояды. Түскі үзіліс кезінде мұғалім Киньятты іздеп асханаға келеді. Ол мұғалімді мазақ етіп, онымен достық төбелеске араласады. Киньят өзінің талантын тек қамырдың орамымен күресіп, оны кеспеге айналдыру арқылы дәлелдейді. Мұғалім оған Кван есімді аспазшымен кездесуге кеңес береді. Ол Киньят мектепте қолынан келгеннің бәрін үйренді деп санайды, бірақ ол тамақтанудың терең идеясы туралы әлі білмеген. Кейінірек Киньят өзінің оқуын бастау үшін аспазшы Кванды іздеп кетіп қалады. Аспаз Форсит деп аталатын мейрамханада жұмыс істейді. Мейрамхана иесі Шу Чинг рейтингті көтеру үшін бірнеше түрлі рецепттерді іздейді. Оның әпкесі Ин оған тамақ дайындауға көмектеседі. Бірақ әпкелері ренжіді, өйткені тағамдар олардың стандартына сәйкес келмейді. Киньят Шуды іздеп келеді және оны күтуді сұрайды. Сонымен қатар Пинг қонақ үйге дәстүрлі кантондық тағамдардан дәм тату үшін келеді. Чинг Пингке аздап шай ұсынады және олардың құпия ингредиентін бір жұтымнан ажырата алатынына таң қалады. Шама қонақ үйінің аспазшысын сынау үшін Пинг суық қырыққабаты деп аталатын дәстүрлі Қытай тағамына тапсырыс береді. Аспаз тағамды әкеліп, Пингтен ол туралы пікірін сұрайды. Ол тамақты жұмсақ деп атаған кезде Шу ренжіп, Пингті шақырады. Оларға көмекші қажет болғандықтан Киньят Пингке көмектесуді ұсынады. Чинг өзінің мейрамханасы үшін инновациялық тағамдар жасағысы келеді, сондықтан ол қарсы емес. Біраз уақыттан кейін екі аспаз да өз тағамдарын ұсынады. Тауықтың қолтаңбасы Шу дәмді, бірақ дәстүрлі Пингтің тауығының дәмін татқаннан кейін апалы сіңілдері таң қалды. Бізге тауықтың ішін қайнату үшін оны қант шәрбатымен қаптағанын көрсетеді. Дәстүрлі рецепт кітаптарында сипатталғандай, ол кесектерді кесу үшін пышақ қолданбаған. Шу өзінің жеңілгенін мойындайды және мейрамхана аспазшы қызметінен кетеді. Чинг өз орнына Пинг пен Кин атты аспаз және көмекші етіп тағайындайды. Пингтің шынымен де талантты болып көрінетініне көз жеткізу үшін Киньят оны балық сою жарысына шақырады. Киньят өзінің тағамы үшін балық топты таңдайды. Балықты бастапқы дәмін жоғалтпай кесу үшін өте шебер кесу қабілеті қажет. Киньят Пингті осы істегі шеберлігімен таң қалдырды. Пингтің кезегі келгенде ол тағамды дайындау үшін қарапайым жоғары сортты балықты пайдаланады. Ол одан целлюлоза бөліктерін кесіп тастайды және одан ыдыс дайындағаннан кейін балықты тірі қалдырады. Чинг те Киньят та балықтың әлі де жүзе алатынын көріп шошып кетті. Олар Пингтің кесу дағдыларымен ешкім бәсекелесе алмайтынын мойындайды. Келесі күні жұмыста Киньят жаңа қожайыннан көп нәрсені үйренуге дайын. Оның көңілін қалдырған Пинг оған пышақтарды қайрау тапсырмасын береді. Ол тапсырманы орындау үшін түні бойы ұйықтамайды және оны таңертең аяқтайды. Бірақ ол Пингке көрсеткенде аспаз бәрібір әсер етпейді. Ол тамақ дайындауды үйретпес бұрын ет пен көкөністерді кесуді үйрену керек дейді. Киньят мейрамханада қолданылатын барлық көкөністерді кесуге жауапты. Пингті жиені Кайджо оны ауылдан қуып жіберді. Сонымен қатар қалада Форсит мейрамханасының бәсекелесі болып табылатын мейрамхана бар. Ол әкесінің ауылдан баяғыда кетуіне себеп болған үшін ағасын жек көреді. Бас аспаз Шум Кайджомен кездеседі.
бастады. Ол оны өзінің мейрамханасына аспаз ретінде қабылдауды сұрайды. Енді ол өзінің ескі жұмысынан бас тартты. Бірақ Кайджо олардың аспазшысымен жұмыс істеп жатқанын және оның қызметтерін қажет етпейтінін айтады. Ол жек көретін ағасының бәсекелес мейрамханасында жұмыс істейтінін білгенде ол толқып кетеді. Кайджоның оң қолы баяғыда ауыл тұрғыны болған Лёнг оған бәсекелестікті ұмытып кетуді ұсынады, өйткені ол ағасына қарсы шыға алмайды. Бұл оны одан сайын ашуландырады және ол Лингті өлтіре жазады. Бізге Кайдың әкесі Джо Вонг және Пинг Кейдің керемет аспаз болғанын көрсетеді. Бірақ уақыт өте келе ол маскүнемге айналды. Пинг ағасының осыған байланысты айдаһар кескішті алып жүруіне қарсы болды. Бір түнде олар жанжалдасып, Кейдің қолын жарақаттап, тамақ пісіре алмауымен аяқталды. Пингті ұлына қарауға қалдырып, ол ауылдан кетті. Бірақ Кайджо әлі күнге дейін Пингті әкесінің жоғалып кетуіне кінәлайды және кек алғысы келеді. Қазіргі уақытқа оралғаннан кейін Киньят көкөністерді 2 апта қатарынан кесуді жалғастыруда. Осы уақыт ішінде ол Инмен ойнақы ұрысады және ол оны ұната бастайды. Пинг мейрамхананың барлық қызметкерлерін, соның ішінде Кин мен Ниятты қабылдауды үйретеді. Жақында олардың рейтингтері оның инновациялық тағамдарының арқасында көтеріледі. Бір күні кешке Кайджо мен оның серіктесі мейрамханаға тамақ ішуге келеді. Олар ыдысты шегелеп, аспаздарды олардың өміріне қауіп төндірді деп айыптайды. Осыған байланысты олардың барлық клиенттері тамақ ішуден бас тартып, үй жайына кетеді. Кайджо Пингті қорлайды, бірақ ер адам сабырлы болып кешірім сұрайды. Олар отбасымен ұрысқысы келмейді және жиенінің оның неге жек көретінін түсінеді. Келесі көріністе Киньят пен Ин азық-түлік үшін дүкенге барады. Ин Кайджоның да олардың жанында азық-түлік сатып алуға баратынын байқайды. Олардың бизнесін бұзған үшін оған әлі де ашуланған ол жігітке шабуыл жасайды. Көп ұзамай Кайджоның қолбасшылары қосылып, екеуіне қарсы күреседі. Киньят оларды көз ашып жұмғанша оңай жеңеді. Ал Ин Кайджомен күреседі. Бір сәтте оларды қарсылас топ қоршап алады, бірақ оларды алдап, қашып үлгереді. Тыныс алуға тырысып, олар жылдың аспазшысы байқауының жарнамасын көреді. Егер олардың аспазшысы байқауда жеңіске жетсе, олардың рейтингі қайдадан көтеріледі. Алайда олар Пинг Иден жарысқа қатысуды сұрағанда, ол бас тартады. Сол күні таңертең оған ауылынан қоңырау түскен екен. Олар одан оралуын сұрайды, өйткені ол кеткеннен кейін бәрі өзгерді. Пинг өзінің іліміне сенімді және өзінің туысы Әлиден олардың мейрамханасын конкурсқа қатысуын сұрайды. Келесі күні Киньят пен оның көмекшісі жарыстың бірінші кезеңіне дайындалуда. Олар тағы 6 аспазшымен күресу керек. Бірақ олардың басты қарсыластары Шу және оның серіктесі аспаз Чоу То. Байқау басталып, аспаздар көздердің мамандықтарын дайындайды. Алғашқы бірнеше минутта Киньят қай тағамды жақсы жасау керектігін ойластырады. Залдағы Чинг оған көгершін, үйрек және тауық етінен жасалған жылқы етінен тағам дайындауды ұсынады. Тағамды дайындау қиын, себебі оны пісіру өте оңай, бірақ дұрыс дайындалған кезде дәмді болады. Киньят өз тағамымен айналыса бастайды. Осы уақытта бұқаның басын сергіту үшін әйелі Шикуан тағамын дайындайды. 1 сағаттан кейін барлық тағамдар судьялардың алдына ұсынылады. Олар олардың барлығын сынайды, бірақ Киньяттың жылқы етінен жасалған тағамға келетін болсақ, оларда тек жақсы сөздер бар. Сонымен қатар олар Чоу Тоның тағамын жақсы көретін сияқты. Нәтижелер жарияланып, Чоу То мен Киньят бірінші турға шығады. Енді соңғы раундта олар бір-бірімен жекпе-жекке шығу керек. Киньят пен команда өздерінің алғашқы жеңістерін атап өтіп, финалға дайындала бастайды. Кайджо бұл туралы білгенде ол келесі жарысқа қатыспау үшін Кин Әлиді ұрып соғу үшін бірнеше бұзақылар жібереді. Киньят олармен күреседі, бірақ оны тоңазытқышқа Инмен бірге құлыптайды. Келесі күні ол қандай да бір жолмен Ин көмегімен қашып үлгереді және жарысқа қайта оралады. Кай ауылында Джо ағасымен кездесуге барады. Пинг ол батыл күресіп жатқан бұзақылар тобы шабуыл жасайды. Оны қатты ұрып соққаннан кейін де ол оларды жіберіп, жиеніне сабақ бере алады. Оның Кайджоны өлтіруге мүмкіндігі бар, бірақ ол оны әлі де отбасы мүшесі деп санайтындықтан жасамайды. Осы уақытта аспаздық байқау басталады. Бұл жолы аспаздар қарапайым сорпа тағамын жасауға шақырылады. Бұл дегеніміз олар тек негізгі ингредиенттерді қолдана отырып, оны хош иістендіру керек. Чоу То дәстүрлі тауық сорпасын тез дайындай бастайды, ал Киньят Пингтің ілімі туралы ойлайды. Ол мейрамханаға алғаш келген кезде Пинг тапсырыс берген 40 қабат пен су ыдысын есіне алады. Оның құрамында дәмдеуіштер жоқ, 3 ингредиент бар және дұрыс дайындалған кезде бұл қарапайым тағам адамдардың қиялын таңғалдырады. Ол Пинг үйреткендей оны дұрыс дайындайды. Сорпаны дайындау үшін ол сумен араластырылған тауықты пайдаланады. Осыдан кейін ол 40 қабат бастарында тесіктер жасайды. Сонда олар арқылы сорпа ағып, оған дәм береді. Чоу То керісінше тауық сорпасын дәстүрлі пеште, дегенмен ол Киньятқа қарағанда көбірек ингредиенттерді пайдаланады және ережелерді сәл бұзады.
Пинк сол жерге келіп, кейін Алиді қолының келгеннің бәрін жасаған үшін құттықтайды. Ақырында төрешілерге бірдей тәбетті 2 тағам беріледі. Олар алдымен Чотоның сорпасын сынап көреді және оның дәмі таң қалдырады. Бірақ олар кинят тағамының дәмін татқанда, олар жай ғана көздерін жұмып, оның қарапайымдылығынан ләззат алады. Чото төрешілердің біріне келіп, оның қалдықтарын сынап көреді. Ол дәмге енген кезде, ол жеңілген мойындап, шляпасын шешіп алады. Кинят пен команда жеңісті тойлайды. Пенни тіпті оған айдаһардың бас кескішін сыйлық ретінде береді. Таңғаларлығы, көптеген жылдар бұрын жоғалып кеткен үлкен ағасы Пинкті түсірім алаңына келеді. Ол Пинкпен татуласып, тіпті 40 қабат сорпасы бар тағамды да сынап көреді. Бірнеше аптадан кейін олардың барлығы мейрамханаға жиналды. Кинят әлемнің барлық тағамдарымен танысу үшін Пинкпен бірге гастрольдік сапарға шығуға шешті. Соңғы көріністе ол өзінің сүйіктісіне жақын арада оралуға уәде береді. Біздің басқа видеоларымызды көре аласыздар.